Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айданка Серикбаева сіздерге тұздалған қиярдың жасалу жолын ұсынбақшымын. Ең бірінші қиярды бір күн бұрын екі шетін аздап кесіп, мұздай суға салып қоясыздар. Міндетті түрде бір күн тұруы керек. Келесі күні ең алдымен шайнектерге су қайнатып дайындап аламыз. Одан кейін банкаларымызды жуып духовкада 140-150 градуста 15 минут стерилизовать етеміз. Банкамызды алып суытамыз. Бізге қажет заттар укроп, тәтті бұрыш, сарымсақ, және де лавр жаңғағы, қара бұрыш, қызанақ және де қияр қажет болады. Ал енді банкамыз суыды. Енді ішіне ең бірінші укроп, сарымсақ, тәтті және қара бұрышты, одан соң қияр, қызанақты саламыз. Үстіне қайнаған суды құйып, бетін крышкамен 15-20 минуттай жауып қойып қоямыз. Міне уақыт өтті. Енді банкадағы суымызды бір ыдысқа құйып, отқа қойып қайнататын боламыз. Суымыз қайнаған соң банкаға 1,5 ас қасық тұз, 1 ас қасық құмшекер, 1 таблетка аспирин саламыз. Содан соң барып қайнаған суымызды құямыз. Крышкаға аз мөлшерде уксус құйып, шайқап, банкаға құямыз. Одан кейін сол крышкамен банканың бетін жауып, басуды бастаймыз. Жауып болған соң дұрыс жабылғандығын банканы аунатып, шетін қолмен тексереміз. Егер құрғақ болса, дұрыс жабылғаны. Сосын банканы төңкеріп, үстін жылы нәрсемен жауып қоямыз. Дәл осы әдіспен әр жыл сайын қысқа дайындығымды жасаймын. Банкаларым атылмай, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.